Мен Ербол, 22 жастағы жігітім. Университетті енді бітірдім, үйде отырып жұмыс іздеп жүрмін. Үйімізде үлкен ағам және оның әйелі жеңгем Айгүл тұрады. Ағам жұмыста көп уақыт өткізеді, шетелге іс-сапарға жиі шығады. Сондықтан үйде көбінесе мен және жеңгем боламыз. Жеңгем Айгүл 28 жаста, ағамнан 5 жас кіші. Ол нағыз сұлулықтың үлгісі, ұзын қара шашы, үлкен көздері, толық ерні және денесі. Оның кеудесі мол, белі жіңішке, бөксесі дөңгеленіп тұрады. Үйде жүргенде жеңіл киім киеді, жіңішке футболка, шортик немесе юбка. Мен оған қарап іштей сезімге беріліп кететінмін. Түнде оны ойлап өзімді қанағаттандыратынмын. Бірақ ол жеңгем тыйым салынған жеміс. Бір күні интернеттен әйелдерді қыздыратын дәрілер туралы оқыдым. Либидоны арттыратын таблеткалар. Бірі испандық Spanish Fly деп аталатын тамшылар. Ол әйелдерді өте қатты қыздырады екен, тіпті бақылауды жоғалтуға дейін әкеледі. Қызығушылық басым түсіп, Даркнет арқылы заказ бердім. Пакет келгенде жүрегім соғып тұрды. Ағам тағы сапарға кетті, бір аптаға. Үйде тек екеуміз қалдық. Кешкі асқа жеңгемнің сүйікті шайын демдеп, оған 5 тамшы тамыздым. Дәрінің әсері 30 минуттан кейін басталады екен. Ербол, шайың өте дәмді болыпты деді жеңгем күліп. Ол диванда отыр, аяғын бүгіп қысқа юбкасынан ақ сандары көрінеді. Мен оған қарап отырдым. Біртіндеп беті қызарып, тынысы жиіледі. Ол қолын мойнына тигізіп ыңғайсыздана бастады. Ыстықтадым, деп сыртқы киімін шешті. Ішінде тек жұқа топик қана. Кеудесінің пішіні айқын көрінеді. Ол маған қарады, көздерінде басқаша от бар. Ербол, мен өзімді біртүрлі сезініп тұрмын. Денем ысып кетті. Мен жақындап қолын ұстадым. Жеңге, демалыңыз. Мүмкін шаршаған шығарсыз. Бірақ ол өзін басқаша ұстады. Қолымды қысып маған жақынырақ отырды. Дәрінің әсері күшейді. Жеңгем диванда ыңғайсызданып аяқтарын екіледі. Оның юбкасы жоғары көтеріліп, іш киімі көрінді. Ербол, маған көмектесші. Түсінбей тұрмын, не болды, маған денем өртеніп тұр деп, ол менің қолымды өзінің санына қойды. Мен таң қалғансып болдым, бірақ іштей қуандым. Жеңге, сізге не болды? Білмеймін. Бірақ маған біреудің тиюі керек, өте қатты қалаймын. Содан кейінгіні сөзбен жеткізе алмаспын. Егжей-тегжейлі айтуға ұялып тұрмын. Сенесіздер бе? Бұл жеңгем бе әлде басқа әйел ме, өзімде түсінбей қалдым. Жай ғана жымиып жүремін. Жеңгем биеге шапқан айғырдай болып өзгеріп сала берді. Ертеңінде жеңгем ұялып жүрді, бірақ көздерінде әлі от бар. Ербол, кеше не болғанын білмеймін, бірақ қайталағым келемей. Мен күлдім. Дәріні тағы қолдандым, бұл жолы кофеге. Осылайша апта бойы біз тәтті сезімге баттық. Түнде оның бөлмесінде, күндіз душта, тіпті ас үйде, үстел үстінде. Бір күні шайда отырып, сен маған бірдеңе бердің бе? Білемін. Бірақ ренжімеймін, өйткені мен де саған ғашық болдым. Мен оны сүйдім. Енді дәрсізде жалғастырамыз ба? Иә. Мәңгі. Ағам келгенде бәрі бұрынғыдай болды. Бірақ біздің құпиямыз, түнгі кездесулер жалғасты. Ағам үйге келгеннен кейін бәрі сырттай тыныш көрінді. Кешкі ас үстінде күліп ойнап отырамыз, теледидар көреміз. Бірақ түнде басқа әлем басталады. Ағам тез ұйықтайтын адам. Сағат 11-ден кейін қорылдап кетеді. Сол кезде жеңгем маған хабарлама жазады. Келші, сағынып тұрмын. Мен үнсіз шығып, оның бөлмесіне кіремін. Ол күтіп жатады, жарық өшірулі, тек телефонның шамымен бейнесі сөйлеп тұр. Ербол, ағаң ұйықтап жатыр, бірақ мен шыдай алмаймын деп сыбырлайды ол. Мен оны құшақтадым. Оның денесі әлі дайын. Либидосы мүлдем өзгерді. Bir күні ағам күдікті бола бастады.
Жеңгемнің жүрісі өзгерген, беті нұрланған, көңілі күлді. Айгүл, саған не болды? Бұрынғыдай емессің, деді ағам күліп. Жеңгем, жақсы ұйықтап жүрмін ғой, деп құтылды. Бірақ мен қорықтым. Егер біліп қойса, үйден қуады. Сондықтан мен жеңгеммен сөйлестім. Бізге абай болу керек. Мүмкін аз уақыт тоқтатайық. Ол көз жасын тыя алмай. Жоқ, мен сенсіз шыдай алмаймын, сен мені ояттың, енді бұрынғыдай бола алмаймын. Сол түні ол маған келіп, мен ағаммен ажырасқым келеді, саған келгім келеді. Мен таң қалдым. Бұл нағыз драма. Сенің отбасың ше? Маған бәрі бір, мен сені сүйемін. Ақыры шешім қабылдадық. Ағам тағы сапарға кеткенде, біз сөмкелерімізді жинадық та, түнде үйден шығып кеттік. Қаладан алыс, жалдамалы пәтерге көштік. Енді ешкімнен қорықпаймыз. Бірінші түні біз төсекте бүкіл күнді өткіздік. Жеңгем киімсіз жүріп, маған тамақ әкеп жүрді. Бір ай өтті. Жеңгем жүкті болды. Біз екеуміз ғана білеміз, бала менен. Ол құрсағын сипап, біздің баламыз болады, отбасымыз болады. Мен оны құшақтап, иә, жеңге, енді сен менің әйелімсің. Біз жаңа қалада жаңа өмір бастадық. Құмарлық әлі басылған жоқ. Күнде бірнеше рет бір-бірімізді бақытты сезінеміз, мен оған тәтті сөздер айтамын. Кейде өткенді еске алып күлеміз, бірақ соңғы кездері өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Ағамның алдында кешірілмес күнә жасадым. Жеңгеммен ара қатынасқанша уақыт болғанын білмеймін, бірақ ол өкінетін әйелге ұқсамайды. Менікі дұрыс болмады. Егер ағам кешіре алса жақсы болар еді деп іштей ойлап жүрмін. Бұдан да лайықты өмір сүруге құқылы ғой.